Шавкат Рахмонов ирландық Иэн Гарриге қарсы өткен жекпе-жегінде біраз қиындықтарға тап болды. Ой-ой-ой, для Шавката сейчас все очень плачевно. Мы этого не ожидали. Бірақ отандасымыз әлі жеңіліс көрмеген қарсыласынан барлығы жағынан бір бас жоғары екендігін көрсетіп, ұпай санымен жеңген болатын. Бұл жекпе-жек Наматтың мансабындағы ең қиын жекпе-жек болды деп ойларсыздар. Бірақ олай емес. Шавкаттың ең қиын жекпе-жегі тәжік спортшысы Фаридун Одиловқа қарсы өткен болатын. Мұнда отандасымыз нокауттың аз-ақ алдында болды. Біз бүгін осы жекпе-жекке толығырақ тоқтала кететін боламыз. Это могут кто-то говорить, это отмазки, что такое, но это факт, так и есть. Там ведь чуть меня тоже засудили, потому что в третьем раунде, да, я устал. Когда я лежал, он просто сел, один удар сделал, у меня капа слетела. Я хотел вставать, сразу остановили, дали бой. Ассалаумағалейкум достар. Әлемдік жекпе-жек майталмандары жайлы қызықты ақпараттар беретін әлем боксының арнасына қош келдіңіздер. Біз айтқалы отырған жекпе-жек 2018 жылдың 12 мамырында Астанада Наматтар шайқасы турнирінде өткен болатын. Бұл 23 жасар Шавкаттың мансабындағы 9-шы жекпе-жегі және алғаш рет чемпиондық белдікке шығуы еді. Қошеметтеріңізбен батырымызды қарсы алыңыздар. Шавкат Намат Рахмонов. Ал оның қарсыласы 25 жасар тәжік Фаридун Одилов болса, мансабында 2 рет жеңілсе де, соңғы жекпе-жектердің барлығында жеңіске жетіп, нағыз қарқын алып келе жатқан бет екен. Фаридун Терминатор Одилов. Fight! Run! Первый раунд. Жекпе-жек бастала сала, Шавкат қарсыласына жайлап қысым көрсете бастайды. Одилов болса, қаша келіп кенеттен соққымен алға ұмтылады. Бірақ Шавкат күтіп алуға дайын болатын. Кезекті соққы алмасу кезінде қарсыластар ұстаса кетеді. Одилов тейкдаун жасамақ болып әрекеттенгенмен Шавкатты жерде ұстай алмайды. Содан соң Наматтың тізерлеп тұрып соққан соққысын іліп алған тәжік спортшының әрекеті бұл жолы да сәтсіз аяқталады. Раунд соңына қарай самбодан халықаралық турнирлердің жеңімпазы Одилов өзінің Шавкаттың алдында күрестен қауқарсыз екендігін сезіп жүрегі су ете қалады. Қайта іштен тізені сұғып алған отандасымыз Одиловты жерге атып ұрады. Тәжік спортшының бағына орай раунд аяқталып қалған екен. Екінші раундта Одиловқа Шавкаттың аяғынан жығудың сәті түседі. Бірақ грэпплингтен өте мықты отандасымыз қарсыласының қолын іліп алып бұрай бастайды. Дегенмен тәжік спортшы шыдамды екен. Айналып жүріп бұл тұзақтан қашып кетеді. Күрестен өзінің нан жоқ екендігін түсінген Одилов енді бағын бокстан іздей бастайды. Қарсыласпен бір сәт аңдысып тұрып қалған Шавкат ауыр соққы өткізіп алып жерге құлап түседі. Қазір немесе ешқашан екендігін түсінген Одилов жанұшырақ соққы жаудыра бастайды. Бір минут бойы толассыз соққылар өткізіп алған Шавкат үзіліс кезінде бұрышына әрең жетеді.
Ready? Ready? Fight! Round 3! Үшінші раундта жанкүйерлер Шавкат деп айғайға басады. Қолдаудан күш алған Шавкат есе қайтаруға дайын болатын. Алдымен Шавкат бір апперкот кигізеді. Көп ұзамай тізе. Әрі қарай бокстың бір-екісі. Және клинч кезіндегі тізеден соң шыдамаған Одилов қаша жөнеледі. Артынан қуып барып жерге атып ұрған Шавкат қарсыласының үстіне мініп алып аяусыз соққы жаудыра бастайды. Жағдайдың мүшкіл екенін көрген рефери жекпе-жекті тоқтатады. Қазір Одилов сұхбаттарында жекпе-жекті ерте тоқтатып, менен жеңісті тартып алды деп ренжіп жүр екен. Серьезных тренировок, серьезных сборов я до этого ни разу нигде я сбор не проходил. Я этот бой даже в стройке работал, за 7 дней принял бой, честно говоря. Это могут кто-то говорит, это отмазки, что такое, но это факт, это так и есть. Там ведь чуть меня тоже засудили, потому что в третьем раунде, да, я устал. Когда я лежал, он просто сел, один удар сделал, у меня капа слетела. Я хотел вставать, сразу остановили и дали бой. Қалай ойлайсыздар, достар? Одиловтың айтқаны жығылған жұдырыққа тоймайдының кебі ме, әлде шындық па? Комментарийға жаза кетіңіздер. Міне достар, Шавкат бұл жекпе-жекте жас екендігіне қарамастан қиын сәттерде керемет салқынқанды, ал есе қайтарар сәтте қиып түсетін қылыш екендігін көрсетті. Ең бастысы, кез келген уақытта да ол басын жоғалтқан емес. Достар, егер видео ұнаса, міндетті түрде лайк басып қолдай кетіңіздер. Сіздермен болған Әлем боксинг арнасы. Итак, дамы и господа, на третьей минуте третьего раунда победу техническим нокаутом одержал Шавкат Намат Қазақпын мен шырқайтын ән қазақ, бір қазақтың бақыты мен бағына бар жаным.